Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге чебурекидің нағыз рецептімен бөлісетін боламын. Еттің өзінің шырыны молынан шығып тұрады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шырыны молынан шығады, міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Илектен өткізілген ұнымызды таразының көмегімен өлшеп алсаңыздар болады. Міндетті түрде таразы болса, көздеріңізді жұмып тұрып жасайсыздар, тупа-тура шығатын болады. Бізге 350 грамм ұн қажет болады. Ұнның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Яғни 350 граммның жарты бөлігі 175 граммдай қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Міндетті түрде қыздар қатты қазір ғана қайнап болған суды пайдаланыңыздар. Сәл ғана суын қырап қалатын болса, біздің чебурекиміздің қамыры дұрыс шықпай қалады. Мінекей 175 грамм қылып осылай өлшеп аласыздар. Және осы ыстық қайнап тұрған судың ішіне тұзымызды салып, толыққанды ертіп алатын боламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, илектен өткізілген ұнымыздың үстіне толықтай барлығын құямыз. Және оның үстіне 20-30 граммдай сұйық май қосыңыздар. Барлығын жақсылап тұрып, жұмсақ етіп қамырымызды илейтін боламыз. Мен видеода әдейі қысқартқан жоқпын, сіздерге толыққанды көріну үшін. Ең алдымен қасықпен араластырып алыңыздар, сонда қолдарыңыз күймейді. Одан кейін барып қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамырымызды илеп шығатын боламыз. Яғни таразымен өлшесеңіздер тупа-тура шығады, ешқандай қорықпай. Дәл осы видеодағыдай жұмсақ етіп әдемі қылып 10-15 минуттың ішінде қамырымызды дайын қыламыз. Ал енді салмасын дайындаймыз, яғни начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге тартылған сиыр еті міндетті түрде қыздар пиязды блендермен езіп алыңыздар. Арнайы өзінің соғы шығуы керек. Ондай болмаған жағдайда өте майда етіп ұсақ қып турап алыңыздар. Дәміне қарай тұз және қарабұрыш қоссаңыздар болады. Біздің үйдегілер жақсы көреді, сол себепті қарабұрыш кішкене ғана пайдаландым. Бірақ қыздар қосу міндетті емес, және кішкене ғана су қосатын боламыз. Шамамен 20-25 граммдай су қосасыздар. Өйткені біздің қазір салмамыз сочный болып шығуы осы суға байланысты және пияздың шырынына байланысты болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай каша сияқты болады. Ал енді демалып дайын тұрған қамырымызды алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай колбаса сияқты қылып орап, таразының көмегімен барлығын бірдей граммда өлшеп шықсаңыздар болады. Мен осы шетте 50 граммдай өлшедім. Сіздер 45, не болмаса 55 грамм қылып өлшесеңіздер де болады. Үлкен немесе кішкентай қылып жасауға да болады қыздар. Ал енді дайын болған қамырымызға кішкене ғана ұнымызды сеуіп, домалақ етіп чұқалау қамырымызды жаятын боламыз. Жайылған қамырымызға бір ас қасық толтырыңқырап, начинкамызды саламыз, салмамызды яғни. Екінші бетін видеода көріп тұрғандарыңызды екеуін теңестіріп, осындай құрылғымен кесіп шығасыздар шетін чұқа етіп. Не болмаса пышақтың да көмегімен тарелканы қойып кесуге де болады қыздар. Және шанышқымен қаттырақ шеттерін басып, біздің етіміз шығып кетпейтіндей қылып жабыстырып шықсаңыздар болады. Міндетті түрде бірінші майды қыздырып аласыздар. Содан кейін барып біздің қамырымызды салғаннан кейін оттың астын орташа отқа қойып, асықпай барлық шеті қып-қызыл болғанша пісіріп аласыздар. Қасықпен үстіне майды себіңкіреп тұрыңыздар, сонда сепкен сайын біздің қамырымыз көтеріліп биік бола бастайды. Екі шеті толыққанды піскеннен кейін барып, қағаз сүлгіге сүзіп аласыздар. Қыздар, егер сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, төмендегі қызыл батырма подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Және де қазақша каналдың дамуына үлес қосып қойыңыздар, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге 100% оригинал тексерістен өткен рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей чебурекиларыңыз осылай әп-әдемі болып, іші толыққанды пісіп, кереметтей болып дайын болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Сіздермен болған Назерке. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Алдағы уақытта менен қандай рецепттер күтесіздер? Комментария бөліміне жазып, өз ойларыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.